Сәлем балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 3 сынып 110 сабақ. Сабақтың тақырыбы 43-46 жаттығу. Бүгін барлық тапсырмаларды жаттығуларды орындаймыз. Лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше ажалдан құтқарған асыл сөз қысқартылып алынды. Ертеде бір хан әскерімен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлге кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарында қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып амандаспастан, «Су қайда?» дейді. «Су дегенің көл ме?» дейді қойшы. «Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауызсыз керек», дейді айқайлап. «Мен қан ішінде де қасқиып жатқан бұлақ көргенім жоқ», дейді қойшы. Хан қатты ашуланып, «Неге судың жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңда жал алғызайын, ал мынаның басын», деп жендеттеріне әмір етеді. Қойшы, «Тақсыр хан тат», дейді. «Татың болса айт», дейді хан. «Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптемей ме? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушы жоқ қойшыны өлтіріпті деген күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым», деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп, қойшыны босатыпты, ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Ел аузынан жазып алған Сапарғали Бекалин. Ал астындағы сұрақтарға жауап берейік. Хан әскерімен бірге қайда тап болды? Хан әскерімен бірге сусыз шөлге тап болды. Хан қойшыдан не сұрады және ол неге ашуланды? Хан қойшыдан судың қайда екенін сұрады. Алайда оған қойшының қисық жауап бергені ұнамай ашуланды. Қойшы ханды сөзден не деп жеңді? Хан жауына әлі келмеген соң кегін қорғаушысы жоқ қойшыдан алыпты деп күледі деп сөзбен жеңіпті. Ертегі мазмұнының кестеде берілген тақырыптар бойынша топта талқыла делінген. Я балалар, мында бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, төртінші топ берілген кестеде, я. Ал балалар, бірінші топ. Хан. Ерте заманда бір хан әскерімен келе жатып, шөл далаға тап болады. Алдарынан қойшы кездеседі. Шөлден қатты қиналған хан қойшыға амандаспастан судың қайда екенін сұрайды. Екінші топ. Қойшы. Қойшы сөз тапқыш әрі батыл адам. Ол ханға өткір жауаптар қайтарып отырады. Үшінші топ. Хан мен қойшы. Хан қойшыға ашуланып, оның басын алмақшы болады. Алайда қойшының датын тыңдайды. Төртінші топ. Ертегінің аяқталуы. Қойшы сөз тапқырлығының арқасында аман қалады. Хан жауына әлі келмеген соң кегін қорғаушысы қойшыдан алыпты деп күледі деген сөзбен жеңіп кетеді екен балалар. Ал балалар, келесі 44-ші жаттығу мәтінді көркем жаз. Арал теңізі Каспийдің шығыс жағында орналасқан. Көлемі жағынан дүние жүзінде 4-ші орын алады. Тереңдігі 25 метрден аспайды. Сан есімдерінің астынсыз сан есімнің қай түрі екенін ажырат. Арал теңізі Каспийдің шығыс жағында орналасқан. Көлемі жағынан дүние жүзінде 4-ші орын алады. Тереңдігі 25 метрден аспайды. Бұл жерде 4-ші 25 деген астынсыздар. 4-ші реттік сан есім, 25 есептік сан есім екен балалар. Ал келесі шығармашылық үзіліс 45-ші жаттығу. Бақалар 3 рет секіру жарысында жүлделі орынға ие болады. Әр бақа 3 рет секіргенде әрбір келесі секіру алдыңғысынан 1 метрге қысқа болады. Сонда 3 рет секіргенде әр бақа неше метр қашықтықта секірді? 7 метр, 5 метр, 4 метр. Ал балалар, бірінші орын 7 қосылған 6 қосылған 5-тен 18 метр, екінші орын 5 қосылған 4 қосылған 3-тен 12 метр, үшінші орын 4 қосылған 3 қосылған 2-тен 9 метр. Ал балалар, келесі соңғы жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Құдық күдіксіз құдық, суы суық тұнық құдық. Ал балалар, дұрыс жауабы құдық күдіксіз құдық, суы суық тұнық
оқыдық. Ал балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.